Мектепте математика пәні мұғалімі еңбегін қызмет атқарғаныма биыл 20 жыл болады. Енді ерекше бір айта кететін жағдай, осы биылғы оқу жылында біздің мектебімізде Мектеп Лайф журналы жарық көрді. Бұл мектептің журналының бір ерекшелігі неде дейді? Бұл газет арқылы біз өте көптеген қызықты мағлұматтарды ала аламыз. Жаңалықтармен танысамыз. Мектепте болып жатқан әртүрлі сайыстардың қорытындысын және сонымен қатар тек қана мектепте емес, облыста болып жатқан, республика көлемінде болып жатқан оқушылардың және өзіміздің әріптестеріміздің, яғни биік-биіктен көрініп жатқан ерекшеліктерін, жетістіктерін көріп, яғни оқуға болады. Бұл журналдың тағы да бір ерекшелігі, біз оны қағаз жүзінде де оқи аламыз, және QR код электронды түрде шығады. Бұл өте оңай, сондықтан бұл газет арқылы біз өте көптеген қызықтарды тамашалай аламыз. Бұл журналдың тағы да бір айта кететін ерекшелігі, ұстаздық, яғни атқарып отырған біздің мұғалімдеріміз Төлеуханова Айнұр мен Зияшева Кенжегүл әріптестеріміздің арқасында 10-шы сынып оқушыларының, яғни журналистика саласына балаларды бағыттап отырғандарын ерекше айта кетуге болады. Бұл оқушылармен бірге осы екі ұстаздың еңбегі өте зор бағаланып отыр. Енді бұл газет арқылы жаңа біз айтып кеткендей көптеген қызықтарды оқи аламыз, жетістіктерді көре аламыз, және бұны тек қана біздер ғана емес, сонымен қатар өзіміздің мектеп парақшамыз арқылы тек қана оқушылар емес, сонымен қатар жан-жақтан адамдар да, ата-аналар да, ұстаздар да, яғни біліп отырады. Осы туралы айта кетуге болады. Енді осы журналдың жетекшілерімен және осы құрамында отырған тілшілер, дизайнерлер бар, аудармашылар бар. Осы балаларға, оқушыларға және ұстаздарымызға тек қана жетістік тілейміз. Бұл журналдар әр уақытта жарық көре берсін, және сонымен қатар бұл журналдың енді шығару тираждары да көбейе берсін деп тек қана осы жақсылық тілектерді мен ғана айтамын.